30-ға жеткен жігіт мысалы да 16 жастағы қызға жазады, 17 жастағы қызға. Еще таң қаламын да, мен түн ішінде еще жазып жатыр. Менде еще Алинканың есімін кіретін едім ғой бұрын. Қазір нежный Перманов деген келіп жатыр, бір 8 мың ба 9 мың ба или 6 мың ба жазылушысы бар екен инстаграмнан. Сөйтіп жазып жатыр әйтеуір. Алинка, сені Олег тастап кетті ма? Сосын не дейді? Не дейді? Алинка, сені тастап кетті ма? Сен Алматыға келсей дейді. Алматыға келсей, ешкімге білдірмей кездесеміз. Сосын деген ешкімге айтпаймыз дей ма? Білмеймін, бірдеңе жас тоқал іздеп жүрмін деді ма, жас қыз іздеп жүрмін деді ма, бірдеңе іздеп жүрмін деді әйтеуір. Или жақсы сөйлесетін қыз керек деді ма, бірдеңе деп кәдімгідей ешкімге айтпаймын, жолыңды төлеймін деген сияқты ғой деймін. Что-то сондай бір екеу бар, қарап жібермесем қазір кейін. Сондай бірдеңе жазады. Мә дедім, еще анау мені жамандап қояды. Алик кезет 5-6 адамды лақтырып кеткен. 5-6 адам неге 10 адам емес деймін да. Мен неге мен негізі деген бар ғой, бір 100 адам лақтырдым, ал 100 адам лақтырып кеттім да, неге 100 адам емес та, тек неге 5-6 3-4 адам дедім, или 5-6 адамды дейді. 5-6 адам лақтырып кеткен дейді да, қосып жіберді да, неге 2-3 емес, неге бір 10 адамды емес 15 адамды лақтырып кеткен демейді да, 5-6 деп кәдімгідей уверенно айтып тұр да, менің қасымда күнде жүрген адам болса, еще Алик кезет лақтырып кеткен, еще Алик кезет неге біреулермен видео түсірмейді дейді. Әркім өзінің қалауы бар, бауырым ау. Мен бұрыннан, мысалы, айтшы, қарашы, мен каналымда ютубымда қарашы, тек өзімнің актер кланыммен түскен видеоларым бар. Одан кейін бөлек басқа ютуберлермен түскен видеом бар ма? Айтшы, сол жерде айтшы. Маған өзіме сондай ұнайды да, мысалы да, соло түсірген ұнайды. Осыған дейін ұнап келді. Енді білмеймін, алда көреміз бұйырғанын, басқа біреулермен видео жазу бірге. Осыған дейін соло ойнап келдім. Себебі деген соло ойнап келген өзіме ұнайды да, өзіме ұнайды. Енді саған ұнамауы мүмкін, сонда айтады негізі деген, ойбай, Алик кезет неге басқалармен видео түсірмейді? Егер қатты түсіргің келсе, сен түсіре ғой, сол ойбай, айналайын, саған берейін сол. Мына бәрін түсірші, бәрін. Кіммен түсіресің, тіпті білмеймін. Тиматимен түсіресің ба барып? Әйтеуір білмеймін, түсірсең түсірші, айналайын ау, айналайын. Тиіспеші бізге, құрсын өзімізбен өзіміз жүрген каналымыз ғой біз деген. Бізге тиісіп жөн таба алмайсың. Көрдік қой бұрын біреулер тиіскендерді. Мен деген негізі деген ютуб айтпай жүрмін ғой, көп мынау, көп айтатын нәрсе көп қой негізі. Үндемей жүрмін, үндемеген адамнан қорық деген негізі. Үндемеген адамнан қорық деген. Үндемейтін адам ертең үндемей келіп бір кезде бәрін жарып шыққанда, сол кезде өкініп қаласыңдар. Сондықтан үндемеген адамнан қорық деп қазақта мақал бар. Сол мақал дәл негізі бар ғой, жігіттер. Солай хабар, солай ютуберлер ау. Арман кіріп алып көріп отыр ма? Көріп отырсаң, міне досым, Арманым, Арманчик, сен енді үлкенсің ғой, ассалаумағалейкум деп амандасайын. Ойбай, Алланың атымен амандасайын. Енді өзіңнің мені жамандағаныңды көрдім өткенде. Астына негізі комментария жазып кетейін деп едім, бірақ құрсыншы дедім, бір мән бермедім. Одан кейін бір-екі адам жібере береді, қайта Алик, ойбай, сені Арман Перманов жамандады, бүйтті, сөйтті дейді. Енді міне, жамандаудың орнына жамандау бар дегендей, саған да енді сен енді сүттен ақ судан тазасың ғой, айналайын. Сен ешкімді қадама адамды. Иә, ешкімді қадама. Бәрімен видеоға түсіре бер, молодец, түсір, кір, әйтеуір сөйтіп түсір, саған ұнайды. Ал енді деген менде не шаруаң бар деймін да, мен өзім білем, видео түсіремін ба, түсірмеймін, сенімен түсіремін ба, басқа біреумен түсіремін ба, түсірмеймін ба, өзіме ұнайды өзіме да негізі деген. Мойындай салшы дейді. Не мойындамай жатыр ма? Егер мойындамасаң, мен ютубқа шығара салайын скриншотыңды. Дәл сөйтіп жаздың ғой, Алимка деген инстаграмға, білесің ба, мен тастап кеттім қызымды, бүйттім деп жатқан кезде, сен дәл сол кезде жаздың сен түнде. Одан кейін білмеймін, түнде жаздың, әйтеуір маған менде несі бар, скриншоты бар. Егер жоқ, ойбай, мен ондай жазған жоқпын деп інім жазды деп атсаң, онда мен саған түсірейін, түсіріп жіберейін, затқа ютубқа салайын. Міне, Арман Перманов педофил деп жазып жіберемін хатталына. Педофил болған мынау деген 16 жасар қызды өзінің алматысына шақырды деп жазып жіберсем, біттің ғой бала. Сондықтан мойындасаң мойында, мойындамасаң білмеймін, көреміз. Біздер енді адаймыз, достар. Мен адайдың ұлы қосай. Бізде деген не жоқ, достар, андай тартыншақтық бірдеңе деген жоқ. Егер маған қандай ответ келеді, мен де сондай ответ қайтара аламын негізі деген. Бетпе бет вообще мен көрсең білмеймін.
көрейік сол. А то монитордың артынан өйтіп көп тырылдамаңдар жігіттер. Келетін болсын, бір Ақтау өзен ашық, сендерге келіңіздер, қонақ болыңыздар. Молодец жігіттер. Адайлар осындай болады. Адайларды көп білмейсіңдер ғой. Адайлар қандай болған? Адай деп гуглға жазып көріңіздер. Ойбай, мына адай қандай деп бір сұрақ келіп отқан шығар. Неге бұлар бір қандай өзінше бірдеңе деп дейтін шығарсыздар. Маңғыстауда деп. Енді жазып көріңіздер, гуглға